Сәлем достар, бүгін біз налог төлейтін боламыз. Ол үшін Каспиді ашыңыздар, платежи деген таңдаңыздар. Штрафы и налоги, платежи для ИП. Біріншісі пенсионканы төлейміз, обязательно пенсионный взнос. Периодты дұрыстап таңдап аламыз, өзімізге керек жыл, өзімізге керек ай. Және де иінімізді қатесіз жазамыз. Иінді теріп болғаннан кейін сумманы тереміз. Болды. К оплате дейміз. Қарап аламыз, данныйлар дұрыс па барлығы, айлар дұрыс па. Так, оплатить, вернуться. Қайтадан всеге барамыз. Штрафы, налоги, платежи для ИП, социальное отчисление. Выберите тип социальное отчисление деп таңдайсыздар. Январь. Өздеріңізге керекті айды таңдаңыздар. Иіндерімізді тереміз. Болғаннан кейін, мысалға, мен мына жерде максимум зарплатымен төлеп жатырмын, 20.825 деп. Сіздер өздеріңізге қалаған соцотчислениені төлейсіздер. Подтвердить, вернуться дейміз. Қайтадан всеге барамыз. Штрафы, налоги, платежи для ИП, взносы на обязательное соцстрахование. Так, осмс төлейміз. Айын таңдаймыз, иінін жазамыз. Готово. Бұл жерде біздер сумманы жазбаймыз, өзі автоматически шығады. Мысалға 5950 деп осы жылғы бізде осмай шығып тұр. Вернуться в платежи дейміз. Все штрафы, налоги, платежи для ИП. Қайтадан таңдаймыз. Осы жерде налоги для ИП дейміз. Бұл жерде біз қазір ИПН төлейміз. ИПН доходов необлагаемых біріншісін таңдаймыз. Выберите УГД дейді, өздеріңіздің тұратын жергілікті жерлеріңіз бойынша жазасыздар. Мысалы, Ақтөбе, Ырғыз, Қарғалы, аудан болса аудан жазасыздар. Так, название, ең жаздық. Названиеге талоннан қараймын көбінесе. Мына жердегі ИП деп басылатынды копировать етіп аламын. Толықтай. Және де вставить етем. Достар, бұл жерде ескеретін жағдай, ауыл болса ауылға төлеңіздер, район болса районға төлеңіздер, осы жерден шатаспаңыздар. Так, сумманы жазам. Мысалға 9930. Так, келесі все штрафы, налоги. Биыл қосылған бізде налог бар, соны төлейік. Ең соңында тұрады, обязательно пенсионный взнос работодателя деп. Міне соны таңдаймыз. Выберите тип, біріншісін таңдаймыз. Так, период оплаты. Бұл да төлем жолдары оңай. Иінін жазамыз. Өзіміздің иініміз жазамыз, егер өзімізге төлеп жатсақ 2 рет. Так, сумма. Мен ИПН мен бірдей қылам, себебі екеуде 3%. К оплате дейміз. Бүкіл данныйда қарап шығамыз. Окей, вернуться в платежи. Так, барлығын историядан қарай аласыздар. Сіздердің төлеген барлық төлемдеріңіз.